Кіт шығар. Қымбат темекі қорабын әуес қып жинаушылар болды ғой, деп ішін ашып қараса, жап-жасыл қаптаған доллар ақша. Жаманшал дірілдеп қоя берді. Бейне мұны біреу көріп қалып, ойынбаған, онда не жұмыс бар деп айқылардай екінші қорапты ашып көрсе, ол да ақша. Үшінші, төртінші, 20-шы бәрі сондай. Біреу қаражыны елеусіз етіп жолға алып шықты да, поезд келерде алас-күлес ұмыттау. Мүмкін бизнесмен, мүмкін базарда саудамен айналысатын біреу. Қой, вокзал бастығына апарып берейін, ақшасын жоғалтқан адам қайта айналып соғар. Жаманшал кері бұрылды. Вокзал бастығы келмепті. 1-2 сағаттай табжылмай күтті. Бір кезде келді-ау. «Неғып отырсыз, ақсақал?» деді жас бастық жарқылдай амандасқан күйі. Сетті де хатшы қызға «Тезірек полковникті шақыршы» деп бұйрық берді. «Қарағым, 1 минутқа кіріп шығайын. Өзіңді тосып отыр едім», деді Жаманшал есіктен басын сұғар-сұқпастан қарап. «Кіріңіз». «Есікті жабайын», деді Жаманшал. «Жоқ, жаппай, айта беріңіз». «Мына бір пакетті әкелдім. Іші толған көк қағаз ақша, темекі, қорабына салынған. Біреу ұмытып кетті-ау деймін». Жаманшал пакеттен бір қорапты шығара бастады. «Әзілдеп тұрсыз ба?» «Жоқ, шыным. Міне, екіншісі тағы міне». Жас бастық мүлде жайрандап орнына тұрды. Сетті де басын шайқай таң қалғандай раймен күліп, қораптағыдағы долларды көрген соң қайтадан: «Ақсақал, сіздің осы фамилияңыз кім еді?» деді. «Қаржабаевпын ғой, Жаманшал Қаржабаев. Осы вокзал басын сыпырушымын. Өткенде өзіне келіп, құжатқа қол қойдырдым ғой». Сіз екенсіз ғой. Есіме түстіңіз. Түсіндім, білем, иә. Ағай, сіздің мынау тіршілігіңіз нағыз азаматтық, тіпті адам сенбестік тірлік. Сіздей жандар қазір мүлде жоқ қой. Әркім тек өзін ғана ойлайды. Оның үстіне мынандай ақшаны тауып алып, есін іздестіру деген бұл заманда білмеймін, мүлде жоқ қой. Осы кезде шақырылған полковник болар. Есіктен бір әйел кіре бергенде жас бастық: «Сіз сәл тұра тұрыңыз», деді. Ана әйел есікті жауып шығып кетті. Бастық қайтадан Жаманшалға бұрылды. «Сіз мұны осында қалдырыңыз. Мен әрине есін тапқан замын. Сұрау саламыз, хабарландыру береміз. Ал сіздің мұнандай адалдық әрі зор адамгершілігіңіз үшін айлығыңызға сыйақы қосамыз. Бұл бір. Екінші, сізге ескертейін, ақшаның есін біз іздейік, бірақ ақшаны маған бергеніңіз туралы ешкімге тіс жармаңыз. Көп ақшаны екеуі бөліп алған деп менің атыма кіркеледі. Немесе жалғыз басты сіздің өміріңізге де қауіп тудырушылар болуы мүмкін. Келістік қой, аға», деді бастық. Жаманшал басын изеді. Бұдан кейін Жаманшал вокзал бастығына әлденеше рет барды. Ондағысы есі табылып ақшасын берді ме, бермеді ме деп білу болатын. Бастықты ұстау қайдағы? Алдындағы хатшы қыз бірде-бір рет бастықты бар, не қазір болады деп қабылдаған емес. Сөйтіп жүргенде сол вокзал бастығы өзгеріп кетті. Жаманшал көңіліне әлденеден кірбің алып қалды. Апырмай, жүзі жылы, иманды жігіт сияқты еді. Шынымен сол ақшаны өз алып кетті ме? Күдікке бойлады ойы. Жаманшал қызы Қатираға бұл оқиғаны бекерақ айтты. Қызы әкесінің бұл ісі жайлы естігенде
шашын жұла бастады. Тура шешесі жана өлгендей ойбайға басты. Ойбай, ай әке, ау, оны не сенің? Ойбай, ау, күйейін бе, пісейін бе? Қарызға бешесінен батып отырған қызынды аямадың ба? Тым болмаса, қасиаққа кіріп, бір балам ол жер қашып, мына үйдегі қыз ол жер несиесін төлей алмай, Құдайдың өзі бергенін өзі неге далаға шаштың, әке-ау? Бізге сол ақшаны әкеліп берер ойына келмеді ме? Сол ақшаны тастап кеткен адам табылса жақсы, табылмай вокзал бастығы өзі алып қойса ше? Ойбай әке-ау, осыншама адалдық осы заманда саған керек пе? Деп дауыс көтеріп, ойбайлап жылағанда. Жаман шал тұратын жатақхана тұрғындарының бәрі есіктерінен қарап мән жайды сұрасты. Қызы оларға әкесінің оқиғасын айтып оларға: «Айтындаршы, әкемдікі дұрыс па, әлде менікі дұрыс па?» деді Қатира. «Ақша тауып алады әкем, ал оны егесін іздеңдер деп вокзал бастығына апарып береді. Осыны дұрыс деп ойлайсыңдар ма, а?» «Көп ақша ма екен?» «Әрине дұрыс», деді біреуі. «Дұрыс емес, көмектесу керек қой қызына, немересіне». «Әй, қойындар штіге, сендер не білесіңдер? Еш нәрінше білмейсіңдер. Мен білем, бұл әкей оларға көмектесіп 2 бөлмелі пәтерін берген. Олармен бірге тұрғанда қызы мен күйеу баласы қарағанда жоқ. Содан біздің ұжым осы жатақханадан бұл кісіге осы бөлмені алуға көмектескен. Ертең ол ақшаны егесі алса қуанып қалады. Әкеге қайта рахмет айту керек», деді бір жастау жігіт. Қатираның қақшандаған қызы Нұргүлге жаман шалдың ақша тауып алған жаңалығы жетті. Ол қыз бір киоскіде киімдер сататын. Киоскінің иесі Нұргүлдің қолындағы тауарлардың көбірек қолды болатыны сезіп, әр қызметіне көңілі толмай жұмыстан шығарып жіберген. Жұмыссыз жүрген қызға әрине ақша керек. Ол мүмкін ата өтірік айтып, ақшаның бәрін бермей үйінде алып қалғаны бар шығар. «Мама, сені береді, тексеру керек, үйін тінтіп қарау керек», деді ішінен. Нағашы атасының жағдайын әшейінде бір сұрап білмеген қыз шешесінен жатақханада тұратын жаман шал атасының мекен жайын сұрады, бірақ қай бөлме екенін сұрамапты. «Жаман шал Қаржаубаев нешінші бөлмеде тұрады?» деп сұрады ол жатақхана күзетшісі Нина Петровнадан. «Сен кімі боласың? Ол неге керек?» деп сұрады Нина Петровна. Тоқып отырған шолғының білтекшесін қасын қоя бірден рұқсат етпей. «Мен немересі боламын», деді Нұргүл езуін қисайындатып, сағызын шайнаған күйі. Нина Петровна неге екенін белгісіз мына қызға жақтырмай қарады. Қысқы жеңіл пальтосының ішін ашып тастап, әдейі саннан жоғары киінген қысқа юбкасы ұнамады. Омырауының өте ашықтығына тіпті жыны келді. Қасы көзін тым қатты бадырайтып бояғаны ашуын келтірді. Сөйтті де қасарсып қалды. «Сендей немерені мен 7 жылдан бері бірінші көруім. Немересі болсан, бұрын неғып келмедің?» деді қырсығып. «Мүмкін Қаржаубаевтың атына келіп, оған бармай осы жақта қанадан бір нәрсені жымқырып кеткелі жүрген шығарсың. Сендейлерді мен білемін», деді күзетші әйел. «Хватит, отпускайте меня, свой дедушку», деп Нұргүл ол да өзінше күзетші әйелді менсінбей даусын көтеріп: «Құжатынды көрсет ендеше», деді. Енді шынтуайттап жатақханаға сырттан келушілеріне қатысты барлық ережені сақтап, Нина Петровна да ерегісіп. Қалтасына құжат салып жүретін Нұргүлме ешқандай құжатты болмаған соң амал жоқ
езуін қисандатып, сағызын шайнаған күйі келген есікті тарс жапты. 2-3 күн өтті ме, өтпеді ме, Нұргүл тағы келді. Бұл жолы құжатын ала келіпті. Тағы да күзетші Нина Петровнаның ауысымына тап келді. Енді мына журналға қолыңды қоясын. Қанша уақытқа келдің? Соның уақытын көрсетесің. Осы уақыт бойынша сен жатақханадан шығуын керек. Шықпасан, біз айыппұл төлейтеміз, деді Нина Петровна нығырлап ескертіп. Тіпті үкіметтің алдындағы күзетшілер сияқтысыздар. Жай ғана жатақханада, деді Нұргүл. Тағы да күңкілдеп журналға қол қойып жатып. Қалай деп ойлайсың? Бізге осында тұрып жатқан адамдардың өмірі қымбат. Кім біледі? Ұрылар, кісі тонаушылар, адам өлтірушілер қазір көп. Бұл жерде жай отырғанымыз жоқ. Сол үшін бізге ақы төлейді. Еңбегімізді адал атқару біздің міндет, деп Нина Петровна қол қойдырып алған соң қайтадан шұлық тоқып отырған білте кешін қолына алды. Жаман шал есігін ішінен кілттеген емес, жай есікті қаусыра салады. Ішке Нұргүл кіріп келгенде бірден кім келгенін аңғарған жоқ. Бүркенген көрпесінен бетін ашып қарағанда бейтаныс қызды көрді. Бұл кім болды екен маған келген деп ойлағанша Нұргүл: «Ата, бұл мен Нұргүлмін», деді. Сен бе айналайын, келе ғой, отыратын үстел қайда? Я, отыра ғой, деп жаман шал көптен көрмеген жиен немересіне қалбалақтап орнынан тұрғысы келген. Бірақ басы айналып, көзі бұлдырап тұра алмады. «Ата, ауырып қалдың ба?» деп немересі сұрар деген. Нұргүл үндемеді. Ол аядай бөлмені көзбен шолып, мына қарияның тұрып жатқан жерінен жеркеніп кетті. Керуеттің астына қарады. Сондағы шабаданға көзі түсті. Дереу еңкейіп шабаданның ішін қарай бастағанда, жаман шал бұл немересінің келуі себебін болжады. «Онда еш нәрсе жоқ, ақша жоқ», деді. Жөтел қысты, жөтелді. «Ата, сен бізден жасырма ақшаны, мен бәрібір тауып аламын. Сол вокзалдағы темекі қорабына салынған ақшаның бәрін беріп жібердің бе?» «Мүмкін емес, мен сенбеймін, неге өтірік айтасың?» деді Нұргүл. «Қарағым-ай, мен шешене бәрін айттым ғой. Менде еш нәрсе жоқ. Дамыл беріңдер маған. Мазам болмай ауырып жатырмын. Мен сені көңілімді сұрап келген екен деп қалсам, баяғы сол ақшама бәрінің көкейіндей тескен». Нұргүл жаманшал жатқан төсектің астын қарағысы келді. «Тұр, ата!» деді өктем дауыспен. Ойлады, жамбасына басып жатыр ғой, мүмкін өтірік ауырып жатқан шығар. Тұруға жаманшал ыңғайланған. Төсектің астын қарағысы келіп тұр. Қараса қарасын, маған дамыл берсе екен, деген ішінен орнынан тұра алмады. Сол кезде Нұргүл жаманшалды керуеттегі жаймадан еденге тартып түсіргенде қария еденге құлап түсті. Оған қараған Нұргүл жоқ. Жеркенсе де төсектің астын үстін бәрін қарап шықты. Мұздай еденде жатқан атасына көзін де салған жоқ. «Мен бәрібір табамын. Мүмкін емес, сонша ақшадан еш нәрсе алып қалмауын. Кәне айт қазір, қайда ақша? Әйтпесе қазір басымды жарамын да өлтіремін», деді Нұргүл атасына. «Егер маған немереннің қолынан өлуді бұйырса, оған да көнемін де, өлтіре бер», деді ентігіп. Жаман шал кеудесі одан сайын сырылдап. «Айтпа маған немере деп. Немере дейтін болсан, сол ақшаны басқаға апарып бермес едің. Өтірік ауырып күлгірсі ме, бір жерге тықтың ғой.
Айт, кәне одан да. Нұргүл жұлынды. Ыдыс аяқтардың тұратын жеріне барып бәрін тарсылдатты. Жаман шалдың қысқы киімдерінің қалтасын қарады. Еденде сырғырлаған көрпеден денесі тоңазыған жаман шал орнынан тұруға мүлде әл болмаған. Қатты жөтілге берді. Жөтіле берді. Сол жөтел қатыгез қыздың жынын одан сайын келдірді. Қара шәугімнің ішіндегі сумен қарияның басына бір қойды. Болды, өтірік жөтелме. Айт, одан да қайда ақша? Сол кезде есіктен Нина Петровна келе қалды. Нұргүлдің қолында темір қара шәугім, еденде құлап жатқан жаман шал. Ах, сайқал, қаншер, мына атанды жерге құлатып тастап, ұрып өлтірдім бе? Қазір ме сені? Нина Петровнаның өзі сасып қалды. Сейте тұра. Бәріне шығындар, бөлмеден мұнда келіңдер, деп дауыстап айқайлады. Әр бөлмеден шыға келген адамдар еш нәрсе түсінбей. Не болды, Нина Петровна? Деп өре түргелді. Ана қызды ұстандар, тез, ешқайда жібермеңдер, деді бар айтқаны. Нұргүл биік өкшелі етігімен тездетіп қашып кетпек болған. Ойынан түк шықпады. Қарсы бөлмеден енгізердей бір жігіт Нина Петровнаның сөзінен кейін Нұргүлді тапжылтпай ұстап алды. Жатақхана тұрғындары үрпейсіп, бір-бірінен не болғанын сұрап жатыр. Полицияға ма? Жоқ, жедел жәрдемге ме? Қайсына бірінші звондарын білмей Нина Петровна абдырады. Ол кезде әркімнің қолында мобильный жоқ. Төменгі қабатта өзі отыратын жердегі қалалық телефонға жүгірді. Жедел жәрдем жаман шалдың кеудесінде жаны бар, бірақ оның қаншалықты мерзімге жететінін айтпады. Ауруханаға алып кетті. Жатақханадан қарияны жалғыз жібермей, қасына Төлеген деген жігіт еріп кетті. Түннің бір уағында Төлеген Нина Петровнаға телефон соқты. Нина Петровна, қандай жақсы адамнан біз айырылдық, деді ар жағынан хабарлап. Әке енді жоқ, дәргерлер барын жасады, болмады, деді. Мына жақтан Нина Петровна жылап жүр. Жатақханадағы үлкен кіші тұратын тұрғындардың бәрі түгел түн ішінде хабарланды. Жалғыз басты болса да айналасына өте қайырымды қарияның өліміне себепкер болған жиен немересі екенін білгенде барлығы да тістеніп қалды. Менің ішім сезді. Сол қызды ішке жібермей бірінші ретте қайтарғанмын. Екінші ретте құжатын түгел алып кепті. Қайтемін енді, жібердім. Бірақ сол қыз немере болып бір келген емес қой. Және де атасына келген немере қолына сүт, айран тағы басқа тағам түрлерінің біреуін ұстап келмей ме? Бұл қыз өзінше аспан болып кеудесін кереді маған. Содан соң ішке жібергеннен кейін ой келді. Барып не істеп жатыр екен? Байқайыншы деп келсем, мына қыз мені түсінбеймін, қазақ тілінде бір нәрсе деп айқайлап жатыр екен. Көрдіңдер ғой өздерін, жаман шал жерде жатыр, басы қан-қан болып. Бұл қыз допрос жасап жатыр. Мұндай қаншер қызды кім туды? Ақылға сыйғыза алмаймын, деп Нина Петровна жатақханадағыларға болған істі баяндады. Әркімнің өлгенде де несібесі болады деген сөз расқа шықты. Қыздың көзі қырау демей, жаман шалдың жатақханадағы намазына жиналып, қаражат бергендер есепсіз еді. Жерленген соң таяу маңдағы асхананың бірінде ас берілді, дұға оқылды. Осы кезде жеңіл машинадан әдемі киінген жас мырза түсіп, намаз оқып отырғандарға бұрылып, өзін таныстырды. Содан соң барып: мен Қаржаубаев, қарияның өзіме тапсырған аманатын орындай алмаған азаматпын.
Ол кісі бұдан 1 жыл бұрын вокзал басынан бір пакет ақша тауып әкеліп, есіне тауып берерсін деп өзіме тапсырып еді. Қазіргі тегімге мен 300 мың ақшаның есі шықпады. Ізі де тізі де болмады. Қаржаубаев Жаманшал қарияға уәде берген едім. Уәдем орындалмады. Ол кісіні қайта кездестіруге жолым түспей, қызметім де ауысып, басқа облыста жүрдім. Енді сол ақсақалдың тұратын жерін, мекен жайын сұрастырып, тауып алған ақшасын өзіне әкелсем, бүгін жерленді, ас беріліп жатыр дегенді естідім. Менің де мойныма қарыз болмасын деп төс қалтасынан көк бума долларды шытырлата шығарды. Намазды шығарып, асқа жиналған қауым тамсанып, таң қалды. Адалға адалды жолықтырған деп осын айт, азамат деп осын айт. Жаманшалдың өз пейілі ғой, алдынан шығып отырған жарықтық. Дәл асына дөп келіп отырғанын айтсайыншы түге. Ойпырмай-ай, Жаманшалдың өлген ұлы тіріліп келгенімен бірдей ғой бұл. Мына азаматты айтсайшы, бермей қайткенде қайтер еді. Жиналған көпшілік әр ұлт өкілдері, орысы, қазағы, татары бар, ақылдасып шешім шығарды. Бұл қаржыға марқұмның басына белгі қойылсын. Артында бас көтерер ешкім жоқ. Немересінің қолынан қаза тауып отыр. Көп ұзамай көктем шыға, қаладағы мұсылмандар бейтінің шет жағында ай сәулелі жарқыраған ақ мәрмәрдан бейіт тұрғызылды. Аты жөні тасқа ойылып жазылды. Жаманшал тіршілігінде елеусіз болғанымен, қайтыс болғаннан кейін есімін білетіндер көбейді. Өйткені 300 мың теңгені тауып алып, егесін іздестірген Жаманшалдың биік адамгершілік тұлғасы оны ерекше танытты. Мына күмбез кімдікі деп бұрылғандар болса, білетіндер Жаманшалдың сол қасиетін тілге тиек етеді. Адалдықтың да артында қалдыратын өшпес ізі болатынын білмейтіндер білді. Ал қыздан туған жиен немересі Нұргүл Отарбаева өз қолымен істегеніне әрине өкінді, жылады, сықтады. Бәрібір қолынан кісі өлімі болды ғой. Сот 8 жыл бас бостандығынан айыруға үкім етті. Сот процесін бірде-бір қалдырмай, бәріне түгел қатысқан Нина Петровна Семенова бұл шешімге де риза болмай қайтты. Нина Петровнаның пікірі, бұл қаншер қыз басқа адамды қайтер еді ақша үшін, ақылыма симайды. Өзінің туған атасын ұрып өлтірген нағыз қаншер қызға бұл жаза аз деумен болды көпке дейін.